Баршаңызға қайырлы күн достар. Қолыңызда бар болған осындай 2 апельсинмен өте дәмді болып шығатын нағыз фанта дайындауға болады, табиғи фанта. Ал ендеше кеттік. Бұл рецептті мен негізі түрік ағайындарымыздан алдым. Нағыз оригинал рецепт бойынша бұл жерде 2 апельсинді сыртын қабығымен ашу керек. Бірақ мен сіздерге кеңес берерім, бір апельсинді қабығымен қалдырып, екінші апельсинді қабықтарын ашып тастаңыздар. Өйткені соқтың дәмі аздап қатты қышқылдау болып кетеді. Турап болғаннан кейін морозилкаға қатырып қоямыз. Кейін қатырып болғаннан кейін алып, осылай блендерге саламыз. Және де қантымыз салып, екеуін барлығын блендерлейміз. Егер сіздерде блендер болмаса, сіздер мясорубканы қолдансаңыздар болады. Бізге бұл жерде ең бастысы апельсиніміз езілуі керек. Дәл осындай езілген кезде үлкен ыдысқа алып саламыз осылай. Және де үстіне 2 литр су құямыз. Жай ғана су құямыз, осылай жақсылап араластырамыз, және осыны енді сүзіп аламыз. Жасап тұрып сүзіп аламыз. Егер де сіздерде қанты аз болса, дәміне қант салсаңыздар болады, және де міндетті түрде 1 шай қасық лимонный кислота салуды ұмытпаңыздар.